Мен номер 58 жалпы білім беретін мектебінің 9 класс оқушысы Бақыт Айнара Берікқызы мамандықтар әлемін ашамыз атты байқаудың негізінде өз өлкемізде Құршысай ауылының тұрғыны бірнеше мамандықтар иесі Ерболова Айсәуле Мұхамеджан қызынан сұхбат алуға келіп тұрмыз. Менің ең бірінші мамандығым іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану. Сол мамандық бойынша 9 жыл мектепте жұмыс жасадым, іс қағаздарын жүргізіп. Хейрстилист мамандығы ол бала күнімнен шаш жасауға, шашты әрлеуге, әдемілеуге қызығатынмын. Және бір әдемі шаштарды көрсем, соның қалай жасалғанын былай көзбен қарап, соны дәл сондай етіп жасап шығуға тырысатынмын. Одан кейін қол өнерімен айналыстым. Сол бала күнгі арманымды оқып, хейрстилисті оқып, курсын сол бойынша қазіргі таңда клиенттер қабылдап жатырмын. Осы мамандықтардың ішінен қайсын ерекше ұнатасың дейсің бе? Маған барлық мамандықтарым өзіме ыстық. Мен ешқайсында бөліп жара алмаймын. Барлығы да өзімнің жүрек қалауымен жасалған, өзім таңдалған мамандықтар болғаннан кейін мен ешқайсысын бөліп жара алмаймын. Уақыт жетпей қалады. Кей кездері бірнеше жерден заказ түседі. Мысалы, тастан, декоративті тастардан заказ түседі, мына жақтан тігіннен заказ түседі. Сол кезде менде уақыт жетпей қалады. Сол енді ойлап отырмын, алдағы уақытта қасыма 2-3 көмекші алып, жұмыспен қамтысам, сол кезде мен барлық тапсырыстарға үлгеремін деп. Мен игерген мамандықтарым, мен айналып жатқан кәсіптерімнің болашағы зор. Қай-қайсысын алып қарасам да, шаштар алып қарасақ да болашағы бар. Себебі қазір той-топырға ешқайсысы прическасыз бармайды. Сол себепті оның да болашағы бар. Тігінде де қазір көбі заказ өздеріне арнап тіктіртеді. Той бөлегін болсын, қандай киім болса да заказбен тіктіртеді. Барлық мамандығымның болашағы бар деп айта аламын.